Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып қазақ тілі пәні 60 сабақ жалаң және жайылма сөйлем тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Балалар, 36-шы жаттығуға қараймыз. Мәтінді түсініп оқы. Бейнелеу өнерінің табиғатты бейнелеген түрі пейзаж деп аталады. Пейзаж бейнелеу өнерінің әрбір түрінде кездеседі. Пейзаж маған өте ұнайды. Егер суретте адам бейнеленсе, ол жанр портрет деп аталады. Суретте қозғалмайтын заттар да бейнеленуі мүмкін. Бейнелеу өнерінің бұл түрі натюрморт деп аталады. Мәтін бейнелеу өнері кітабынан алынған. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырманы орындайық. Бейнелеу өнерінің тағы қандай жанрлық түрлерін білесің? Саған бейнелеу өнерінің қай жанры ұнайды дейді. Балалар, бейнелеу өнерінің тағы тарихи жанр, батальды жанр, аномалистік жанр және абстрактілі жанр түрлері де бар екен. Тарихи жанр дегеніміз бұл тарихи оқиғаларды суреттеу. Батальды жанр дегеніміз әскери тақырыптағы көріністер. Ал анималистік жанр бұл жануарларды бейнелеу. Ал абстрактілі жанр бұл нақты пішіндерден алшақ, эмоциялар мен идеяларды бейнелейтін өнер екен. Ал маған бейнелеу өнерінің анималистік жанры ұнайды, яғни жануарлардың суреттері. Келесі. Мәтіндегі қарамен берілген сөйлемді көшіріп жаз. Сонан соң тұрлаусыз мүшені алып тастап жаз дейді. Балалар, мәтіндегі қарамен берілген сөйлемдер пейзаж маған өте ұнайды. Және сол сөйлемді көшіріп жазып, сонан соң одан тұрлаусыз мүшені алып тастап жазамыз да екі сөйлемді салыстыруымыз керек екен. Пейзаж маған өте ұнайды. Мұндағы тұрлаусыз мүше маған өте. Пейзаж не бастауыш болып тұр? Ұнайды. Не істейді? Ұнайды. Баяндауыш болып тұр. Ал енді тұрлаусыз мүшені алып тастадық. Пейзаж ұнайды. Ал енді екі сөйлемді салыстырамыз. Екі сөйлемді салыстырсақ, сөйлемдегі тұрлаусыз мүшені алып тастасақ та, сөйлемдегі негізгі ой өзгерген жоқ. Яғни мұнда да пейзаж ұнайтындығы, екінші сөйлемде де пейзаждың ұнайтындығы айтылып тұр екен. Жай сөйлем жалаң, жайылма болып екіге бөлінеді. Бастауыш пен баяндауыштан құралған сөйлемді жалаң сөйлем дейді. Мысалы, Жазира биледі. Тұрлаулы мүшелерден басқа тұрлаусыз мүшелері де бар сөйлемді жайылма сөйлем дейді. Мысалы, Жазира әдемі биледі. Ережені жаттап, есіңізге сақтаймыз. 37-ші жаттығу. Жалаушадағы әрбір сөздің қай суретке тиісті екенін тап дейді. Балалар, жалаушада портрет, пейзаж және натюрморт сөздері берілген. Ал енді суретке қарайтын болсақ, бірінші суретте ыдыс-аяқтар, жеміс-жидектер бейнеленген, яғни қозғалмайтын заттар. Келесі суретте табиғаттың суреті бейнеленген. Ал үшінші суретте бұл атаның, яғни адамның портрет бейнеленген. Демек, сәйкестендіретін болсақ, бұл адамның суреті бізде портрет болады. Ал табиғаттың суреті пейзаж болады. Ал қозғалмайтын ыдыс-аяқ, көк жемістердің суреті бұл натюрморт болады екен. Келесі 38-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, жатқа жаз. Түнде күндіз болды, жерге жұлдыз қонды. Жұмбақты бірнеше рет қайталап, жаттап, дәптерімізге жатқа жазамыз. Ал енді жұмбақтың жауабы жарық шамдары. Жай сөйлем түрлерін ажырат. Сөйлем мүшелерінің байланысын сызбамен көрсет дейді. Балалар, түнде күндіз болды, жерге жұлдыз қонды. Мұндағы сөйлемдердің барлығы жайылма сөйлемдер, себебі тұрлаусыз мүшелері бар екен. Ал енді байланысын сызбамен көрсетеміз. Түнде күндіз болды, түнде болды, күндіз болды. Жерге жұлдыз қонды, жұлдыз қонды, жерге қонды. Осылай байланысын сызбамен көрсетсек
болады. Келесі 39-шы жаттығу. Сызбаны толықтыр дейді. Балалар, жай сөйлем бізде екі түрге бөлінді. Жалаң сөйлем, жайылма сөйлем. Жалаң сөйлем дегеніміз бұл бастауыш пен баяндауыштан құралады. Ал жайылма сөйлем дегеніміз бастауыш, тұрлаусыз мүше және баяндауыштан құралады екен. Осылай сызбаны толықтырсақ болады. Міне. Жай сөйлем, жалаң сөйлем, жайылма сөйлем. Жалаң сөйлеміміз бастауыш, баяндауыштан, ал жайылма сөйлеміміз бастауыш, тұрлаусыз мүше және баяндауыштан құралады екен. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.